Жақында түсіреді. Сәлеметсіз бе, Дәурен аға? Сіз осы бөлімде жұмыс істеп жатқаныңызға қанша жыл болды? Жалпы мен осы Алматы Қайнатынан алғанда 13 жылға жұмыс жасап жатырмын. Оның осы алғаш келген кезде осында хайуанаттарда малдан келіп жұмыс жасадым. Одан кейін құстар бөлімінде жұмыс жасадым. Ашаршылықтар бөлімінде қазіргі таңда енді 7 жылға жуық осы жыртқыштар бөлімінде жұмыс жасаймын. Осы хайуанаттар бағында қанша аңдар бар? Жалпы бізде енді хайуанаттар бағында 8 бөлім бар. Оның енді сүтқоректі жыртқыштар бөлімі, изотарин бөлімі дейді, одан кейін таңсық жануарлар бөлімі, одан кейін құстар бөлімі, ашаршылықтар бөлімі, жыртқыш құстар бөлімі, азықтандыру бөлімі, вивари бөлімі деп бөлінеді. Жыртқыштар бөлімінде жалпы 20 түрі бар, 58 алдымасы бар. Әр түрлі жыртқыштар бар, мысалы аң патшасы, арыстаннан бастап, осы жыртқыштар бөліміне қарайды. Өзіңіз көріп тұрғандай, міне бізде Симба, Ақтау қаласынан келген. Жалпы енді аюлар бар, одан кейін арыстан, леопардтар бар, қасқырлар бар. Жалпы бұл аңдар немен қоректенеді? Өте тамаша сұрақ. Енді бізде негізгі жыртқыштар бөлімі деген жыртқыш атына қарай бізде енді негізгі тамағы ет. Сонымен қатар қояндар береміз, бөдене береміз, құс еттерін береміз. Сонымен бірге әр түрлі крыса дейміз ғой енді, теңіз шошқасын береміз. Сол ет, негізгі ет, мысалы арыстанның өзі аталығы 7 килограмм ет жейді, аналығы 6 килограмм ет жейді. Ал жолбарыстар 12 килограмм ет жейді, қыс айында 12 килограмм жейді, жаз айында 10 килограммға ет жейді. Енді күнделікті бұлар, күнделікті нормасы, осы нормаларды береміз. Таңертеңгі уақытта сағат 10-ның кезінде, түскі уақытта, кейбір мысалы арыстандар таңертең уақытта қоректендіреміз, леопардтарды түскі уақыттарда қоректендіреміз, қасқырларды. Енді және де бұлар аптасына бір уақыт ашықтандыру болады. Тамақ берілмейтін күн болады, ол демалыс күні. Көп жағдайлары өте тамаша. Енді мына жас, негізгі жас арыстандар ойнағанды, жүгіргенді жалпы жақсы көреді. Жалпы осы арыстандар неше жыл өмір сүреді? Өте тамаша сұрақ. Арыстандар 17-18 жыл өмір сүреді. Осы Дәурен аға, сұхбат бергеніңіз үшін рахмет. Рахмет саған. Осындай қызығушылық танытып, өзің осы келіп осыны таныстыр дегенде өзіңе де рахмет. Үлкен болсын.